Hazır біздің жешем туған күні. Бәріміз келіп, жешеміз құттықтайын деп жатырмыз. Жеше бізбен көрші тұрады. Тортымыз дайын, свечамыз жоқ, потому что біз жешеміздің свеча жағып естегіміз келген жоқ. Отын сөндіргіміз келген жоқ. Сол үшін біз оны әдейі алған жоқпыз. Сол үшін кеттік. Ақшасы мане? Жоқ. Қордасыларына кетіп қалған теттік па, жешесі жайшылық па? 12-де адам үйінде қарсы алады ғой. Болды ал көзім жейміз қанты. Helal деп айтпайсың ба? Сендер қазір алып келдер қыздар. Огенен сүрекке түсіріп сені сал жерек. Ой бәс. Даниярның қызы ұйықтамайсың ба? Қайсысы Данияр? Бейшелеріңе бір тілек айтып беріңдер еді. Тілектерін тыңдайық. Бисмилля деп салып атқан үйлеріңізге кіріп, сол жақта қоныс тойды тойлаңыздар. Келінге дейін жетіп, қызыңызды қияға ұзатып, ене болып отыра беріңіз. Ағамен бір жастықта қартайыңыз. Осы ендігі өмірде тек бақытты күн кешіңіздер. Неден осында отқан барлық құрдастарына тек бақыт тілеймін, балаларыңыздың қызығына тоймай, бақытты ене болып жүре беріңіздер. Ең жаман дастархандарыңыз осындай болсын, сіздермен көріп танысқаныма қуаныштымын. Сіздің қыздарыңызды ма, ұлдарыңыз үйленіпті? Сол бақытты болсын.